Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын алдымен тіркеліп және лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен лахмаджун түріктің пиццасын дайындаймыз. Лахмаджунның алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ұнымызға дрожжи, тұз, қант және сұйық май және де жылы су құйып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Қамырымызды илегеннен кейін 10-15 минутқа көтерілуге жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Кәдімгі үйдегі пиццаның қамырындай болып, әдемі болып көтерілетін болады. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге фарш және көкөністер қажет. Қызана, ащы бұрыш, чеснок, көк пияз, укроп, тәтті бұрыш және пияз. Укроп пен көк пияздан бөлек басқасының бәрін осылай блендерға алып турап аламыз. Бізде осындай болып шықты. Мінекей салмамыз қазір. Енді осыны фаршқа араластырып, бетіне көк пияз және укропты турап қосамыз. Одан кейін міндетті түрде бір ас қасық томат салуды ұмытпаңыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, кез келген дәмдеуіш қосуыңызға болады. Балалардың көбі сүйіп жей бермейді, бірақ менде ер адамдар өте жақсы көріп жейтін болады. Дайындап көріңіздер. Мінекей қамырымыз бізде көтерілді. Енді осы қамырды алып ұзынша етіп 7-8 бөліктерге бөлеміз. Барлық бөлігі бірдей болуы қажет. Енді бөлгеннен кейін кәдімгі пиццаға қамыр жайғандай етіп, дөңгелек етіп жайып шығамыз. Қатты жұқа, қатты қалың да болмау қажет. Мінекей осындай болады. Листімізді майлап, осы қамырдың үстіне салмамызды салып, жайып шығатын боламыз. Пешке 180-200 градусқа 25-30 минутқа алып пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Піскенін шетінде қамырларының сарғайып және фарштарынан білуге болады. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға қалдырыңыз, мен міндетті түрде сізге жауап беретін боламын.